Жағымды жаңалық көбейіп жатыр. Мына Америка деген алатулы ала байрақ елде Дональд Трамп дейтін жігіт бар. Ол енді нағыз жігіт. Өзі былайынан айтқан кезде өзі ұнайды маған, қалай айтсаң да. Біздің қазақ болса сол Дональдты билікке сайламас еді. Себебі ол бір жүрген жанды деп оның неше түрлі мінін терер еді. Бірақ көз ашық көкірек ояу 3 ғасырдан бері мына күллі әлемді ашса алақанда жұмса жұдырығында ұстап келген, тек қана үздіксіз дамуда келе жатқан Америка дейтін ел бар. Сол Американың сауатты халқы соны басшылыққа сайлады. Тұла бойы алтын екен, бір бақайы күміс екен деп айғайлаған жоқ қазақ құсап. Дональд Трампты баяғыда бір көргенде менің де шексілем қатқан. Үлкен бір жиналыс болады, тікелей эфирден телевизордың бәрі көрсетіп тұрады. Сөйтетті жаңағы жүргізуші екеуі бір сөзге келісіп қалады, тележүргізуші екеуі. Жігіттің алады да жаңағы тележүргізушіні тұра құлақ шекеден бір қойып талдырып құлатады. Мәсаған дейді. Сонда мен бір риза болған. Мынауың жігіт екен ынжықтап жаңағы. Ойбай, мен миллиардер едім. Мен президенттік сайлауға түсетін едім. Мына қылығым елге жақпай қалама деген жоқ. Әшейін еркектің қылығы. Бізде болмаса осы әдетте бірдеңе партияға бір қызметке тұра қалса, бір ауылдың әкімінің кеңесшісінің көмекшісінің орынбасары болып қалса, костюм шалбарын киіп қылқынып галстогын тағып, бір нәрсені сұрай қалсаң, бұл енді ол деген былай ғой, ақылдасу керек, ойласу керек деп, аяқ астынан толерантты болып, артық ауыз сөйлеуден тартынып, әшейін сақсынып, өзі бір керемет саясаткер болып қалады ғой, дипломат болып. Міне батыстың ашықтығы сол. Бұл Америка халқының мықтылығы. Баяғыда анау Клинтон деген бір сал серісі патша болды Америкаға. Басшы болды. Сол Клинтонның біраз серлігі де бар еді. Анау бір емес екі университетті тауысқан бір қыздар келіп енді ғашық болса болғандай шашып бұйра, өзі шешен, өзі анау Англиядан оқу тауысқан. Клинтон деген өзі қатты шешен адам ғой. Оның мына шешендігі мына Америкада сирек кезігеді. Себебі мына ағылшын тілі жалпы екіге бөлінеді. Бірі мына дәстүрлі мақал мәтелмен сөйлейтін Ұлыбритания ағылшыншасы, немесе Лондон ағылшыншасы болып келеді де, екіншісі мына қара байырлау, қара сөздерді қолданатын, мақал мәтелден алыстау жүретін, тек жаңағы тұрақты сөз тіркестерін қолдануға бағытталған Америка ағылшыншасы. Жаңағы Клинтонның ағылшыншасы деген енді нағыз біздің енді қазақтың жаңағы мақалдап мәтелдеп сөйлейтін шешендерін көзге елестетеді. Сол Клинтонның ана бір екі өзіне ғашық болған қызбенен бір былықшылығы болған кезде Американың халқы тағы да сол Клинтонды ақтап шықты. Оның махаббат сахабаты, оның қыздармен анау-мынау серілігі, ол өзінің жеке шаруасы, ол бізге мемлекетті дұрыс басқарса болды деді. Сол кезде мен бір таңырқағам. Біздің Қазекең болса, ойбай, бетім ай деп, бетін шымшып, бітті, болды, ақыр заман болды. Мынау бір елдің басшысы болып, мынау қыздармен әуейі болып деп, осы 99% қазақ әгіні өсегін айтып кетер еді. Американың халқы айтты, оның серілігі, жүрісі ол өз шаруасы деді. Бірақ оның саяси бағыт-бағдары дұрыс болса, өзі алдыға қойған мемлекеттік, қоғамдық, саяси және әлеуметтік экономикалық бағдарламаларды өзі айтқандай орындаса болды ғой деді. Халыққа уәде беріп билікке келді, сол уәдесін біртіндеп орындады. Американың сол кездегі ең ауыр қоғамдық мәселелерін шешті. Енді мынау Дональд Трамп деген жігіт. Ол өзі бұрын саудагер, миллиардер болған. Жаңағындай тікелей эфирде бүкіл көрерменнің алдында құлақ шекеден бір қойып, біреуді ұрып таста оған түк демес. Біздің ауылдың әкімінің орынбасарының, кеңесшісінің, көмекшісінің орынбасары болғандардың өзі шіреніп қалады ғой. Адам болып, енді оған сенің сәлемдесуіңнің өзі қиын. Анау әшейін бір адам, тұлға. Өткенде бір әртіс
өз бір киноның 1,5 сағат 2 сағаттық кинода бір жарты секунд көрінетін әртіс екен, сол тұлға болып кетіпті. Туған ағасы тұтқындалып жатқанда арыз бер десек, енді біз өнер адамымыз ғой, бізге болмайды дейді. Сөйтсе ол өмірінде сөйтіп 1 минут 2 минуттық 1-2 киноға түсіпті өзі. Бір ыдыс аяқ, бір бәтіңке көтеріп па, көше сыпырып жүретін бір кинода лып етіп көрінетін адамдар бар ғой, соған жұлдыз болып қапты бейшара. Міне осы баяғыда бір ағаларымыз Америкаға барып кеп таңырқап жүрген сөзсе, ол жерде ауданның әкімі кәдімгі джинси шалбарды киіп алып, барған жаңағы адамдармен өздері кезігіп, екі жақты сөйлесуді жүргізіп отырады дейді. Қасында ешкім жоқ, өз мәшинесін өзі айдайды дейді. Мәшинесінің жан-жағы анда ұрылған, мұнда сүрілген, онысын етіп тұрған дәу джип емес дейді, ескі мәшине дейді. Ал біздің әкімдер қалай? Міне демократия. Бұл жаңағы шетелдіктерді қонаққа шақырады екен, өзінің жеке қалтасынан төлейді екен. Мына Дональд Трампты айтайық. Дональд Трамп жуырдан бері 2 нәрсе ма 3 нәрсені жақсы істеп өзі соған разы болып жүрміз өзі. Телефонын білетіндер болса айтасаңдаршы, бір WhatsApp жазып, жарайсың деп қояр енді. Қазақтың енді ата бабасының тілімен мәләдес деп қоятын едік. Сол Дональд Трамп кеше бір бұйрық беріпті. Американың мынау ғаламтор армиясы дейтін армиясы бар. Арнайы мемлекеттік, ақпараттық, тіпті тұтас адамзаттық ақпараттық бұлақ көздерін қорғайтын интернет армиясы деген болады. Ол тұтас мемлекет қорғанысы, тұтас адамзаттық ақпараттың амандығы дегенге жауапты. Сол ғаламтор армиясына бұйрық берді. Қытайдың хаккерлік шабуылдарының тасталқан шығаруға. Тіпті ол үшін президенттен, конгресстен рұқсат алмай-ақ тікелей жаңа Қытайдың хаккерлік шабуылдарының ұяларын тасталқан қылуға бұйрық берді. Міне жігіт. Бұдан бұрынғы Американың басшылары мынау Қытайдың интернеттік шабуылдарына үнсіздікпен жауап беретін олар. Себебі олар мына Қытайда интернет дамыса, интернеттік жариялық ашықтық болса, Қытайдың халқы біртіндеп көз ашылып, демократияға қарай жылжиды дейтін үміт болған. 95 жылы олар мына Тынық мұхиттағы интернеттің кабелін Қытайға жалғап, Зәнземеннің кезінде Қытайды сөйтіп бір дамытамыз, өркендетеміз деп неше түрлі жақсы ойларда болған. Мына дүние сауда ұйымына Қытайды кіргізіп, оған тіпті көптеген тиімділіктерді бергенде де сол Қытайдың халқы сөйтіп бір батыс әлемін көріп, көзі ашылып, демократиялық бағытқа қарай өздігінен өссе, өркендесе деп тіледі ғой. Сөйтіп еді, мынау Қытайың ол бағытқа кетпей қалды. 89 жылы демократтардың өзінің қателігі болды, тағдырда солай. Қалың демократтар алды да Пекинде кәдімгідей арны тасып тұрған кезде компартияны құлатайық деп айғайлап жіберіп, арты онысы қырылуға себеп болды. Дэн Сяопин алды да қынадай қырды. Сол кезде олар тым әсіре кетпей, компартияменен ымыраласқан кезде мүмкін Қытайдың билігі саласы осы кезде демократтасып кетермеді. Сол Қытайдың хаккерлер соңғы кезде Америкада Ақ үйдің сайтына шабуылдап, өзелге компартияның қызыл туын іліп тастап, күлкіге қалдырып жүретін Американың. Сөйтсек, ол да Американың ұзын артқан кең тұсауы екен. Енді алды мына Gmail'дің электрондық поштасын аша алмайтын біз баяғыда. Қайта-қайта шабуылдап, Gmail'дің, мына Google Mail'дің электрондық поштасын тоқтатып, YouTube'ты тоқтатып, Facebook'ты тоқтатып, Twitter'ды тоқтатып, сосын тіпті ең қарапайымы Gmail'дің анау Пикассо дейтін фотосын тоқтатып, одан кейін енді келіп, мына электрондық поштасын шабуылдап, екі жақ соттасатында жататын, IT саласында. Енді алыпты да тікелей сол жақтың тасталқанын шығар деген. Ал міне керек болса. Екінші жағымды жаңалық, мынау Ресейден С-400 дейтін мына әуе қорғаныс жүйесін Қытайлар сатып алмақшы болыпты. Сатып алып қойған ба? Енді соны Қытайдың мемлекет қорғанысына жауапты компаниясын сатып алған, және соның жауапты тұлғасын жаңағы жазалайтын бұйрық берген. Оларға қатысты, олардан алым берім жасайтын барлық компанияға тыйым салған, олардың шетелдегі есеп шоттары, жаңағы соны сатқан Ресейдің қорғаныс министрлігі, Қытайдың қорғаныс министрлігі, және оған тәуелді мемлекеттік компаниялар, және олардың басшылары бүкіл есеп шоты, олардың ақша аударатын, ақша алатын бүкіл халықаралық жолын бірақ тиіп тастаған. Ал міне.
Енді осыған шыдамай Қытекеңдер бүгін мәлімдеме жариялап, қатаң наразылық танытамыз деп жатыпты. Атаңның басы айғырмен алысқан ат арқасын алдырады деген Трамптың жігіт болды міне. Сөйтіп Ресейіңді де, Қытайыңды да тура бір жұдырықпен екеуінің тұмсығын бұзып отыр. Санықсия сансыратып, Ресейдің қазір жаңа шықпа жаным шықпа деп, Путиннің де жаңағы әрең мәлкілдеп отырғанын білесіздер. Міне Қытайға қазір осындай санкция салды. Алдыңғы жолы 200 миллиард доллар Қытайдың тауарына кеден салығын көбейткен, енді соны 270 миллиардқа көтереміз деп отыр. Магнитский келісімі бойынша Қытайда жаңағы Шыңжаңдағы азшылық қауымдарды, ұйғырларды, қазақтарды миллиондап түрмеге салып отырған коммунистік партияның мүшелеріне де Магнитский заңы туралы, ол Магнитский заңы бойынша олардың тұтас халықарадағы алым берім, есеп шоты, жүріс тұрысына тыйым салу туралы мәселе Америка конгресінде көтеріліп жатыр. Бұның барлығы осы Трамптың билікке келуінен басталды. Енді бұл жарықтық бірінші сайлау мерзімі бітіп отыр. Американың заңы бойынша әулие болсаң да 2 мәртеден артық сайланбайсың. Баяғыда жарықтық Джордж Вашингтон Американың бірінші президенті болып, Америка тарихында бірінші штатты құрып, сөйтіп енді сен бірінші президентсің ғой, сен енді өмір бойы отырсаңшы дегенде, заңды жасаған біз өзіміз бұзсақ не болады деп 2 мәрте болып түскен екен дейді тағынан. Сол сияқты мына Трамптың келесі жол сайлауға екінші мәрте сайлана ала ма, сайлана алмай ма? Мынау Ресей мен Қытай оның сайлауын бүлдіре ме, бүлдірмей ме? Бұл енді алда уақыт көрсетеді. Бірақ қалай болмасын, Дональд Трамп жарықтық мынау Қытайдың тәубесін есіне түсірді. Қытайдың тауарына Америка кеден салығын көбейткенде, Қытайда қарсы бірнеше мәрте кеден салығын көбейтіп еді. Бір жолда басында 50 миллиард, 70 миллиард деп бастаған Америка бір жолда 200 миллиардқа шығарғанда Си Цзиньпиннің шиі шығып үндемей қалды. Оны тіпті соңғы кезде бұл Америка-Қытай ортасындағы сауда соғысын басқа ешкім емес Си Цзиньпинмен мен екеу ара дара шешеміз деп тұрып, алдың күні жариялаған мәлімдемесі тіпті құлаққа жағымды естіледі екен. Енді Дональд Трампты біздің қазақ болса баяғыда ол бір оңбаған дөрекі, баяғыда дүйім жұрттың алдында ана бір әп-әдемі журналисті құлақ шекеден бір қойды емес пе деп соның мінін тереді. Енді қайтесің, біздің қазаққа мінсіз болу керек. Біздің қазаққа барлық нәрсе мінсіз болу керек. Тұла бойы алтын бір қазақ болса, біздің қазекең іздеп жүріп, оның ана бір башбақайы күміс екен деп айғайлайды. Ана тұла бойының алтын екендігін өзі айтпайды қазекең. Бірақ қалай болмасын, сол саясаткердің саясаткерлігін бағалаған, өмірден дұрыс шешім қабылдай білетін халықтар қалай өсіп жатыр. Құр сөз, құр өсекке айтатын, басы бір жерге бірікпейтін халықтар қалай қор болып сорлап жатыр, оны міне өз дүние, мына дүниенің өзі бізге көрсетіп отыр. Бізде қазір не жағдай бар? Ан жақта 100 мыңдаған қазағымыз, былтырғы деректе 500 мың қазақ түрмеде отыр деді. Енді бір шетел ақпараттарына сенсек, 700 мың қазаққа өскен болуы мүмкін деп болжал айтады. Былтыр Американың конгресіне тәуелді сайт жазғанда 500 мың қазақ түрмеде отыр деді. Өткенде Германияның зерттеу институттары өз жерде 2 миллион ұйғыр түрмеде отыр деді. Ал енді Қытайдан көшіп кеп Қазақстанда азаматтық алып, еркіндіктің, азаттықтың, тәуелсіздіктің дәмін татып, әшейін бұл Қазақстан деген аузына не келсе соны айтуға рұқсат екен деп отырған біздің бір топ қазақ. Әзір WhatsApp'та, Facebook'те ана Қытайдағы қиналып жатқан, отбасынан тірідей айырылып, өліп жатқан, Қазақстанда туыс-туғанымен сөйлескен үшін сотталып жатқан, 10 жыл бұрын Қазақстанға бір келіп кеткен үшін сотталып жатқан, немесе телефоннан бір Қазақстанда суреті шығып қалған үшін сотталып жатқан, сол ғафлетте қалған, өкініште қалған бауыр туыстарының қамын ойламай отырып алып, өсекті періп отыр. Ана үйім бұна екен, мына үйім андай екен, аналар әулие екен, мыналар мынау екен. Өткенде бір ағамыз жазып тәгі, Қызыл тудың желбіреген дейтін өлеңнің авторы.
Анау ата жұрт кімге қанша тонна көмір берді, кімге қанша келе ұн берді, соның есебін берсін деп жазыпты. Айналайын қызыл тудың желбірегені. Сен өз қалтаңнан қанша шығардың, соны бір айтшы. Міне ата жұрт бүгіннің өзінде ата жұрттың жігіттері Өскеменде, міне 22 қыркүйек 2018 жыл. Өскемен Семейде міне көмір, тонна көмір, тонна ұн таратып жатыр. Өткенде Құрбан айтта ата жұрттың жігіттері қаншама міне 50 ма 70 қойды тараттық дағы. Одан кейін міне Алматы айналасында ұн таратты міне. Қыдырәлі Оразұлы бастаған ата жұрттың жігіттері. Одан міне Қыдырәлі Оразұлы, мен Серікжан Білашұлы, тағы басқа бір топ жігіттеріміз бар, Талдықорғанға апарып, анау Сарықан Үшаралға дейін сол Талдықорғаннан жүретін көліктерге тиеп ұн тараттық. Талдықорған маңына тарттық. Ал енді сіз келсеңізші біздің офиске, біз сізге жаңа келе ұн, есеп, шот бәрін қанша тонна көмір бердік, біз сізге берейік. Анау отырып ап, Фейсбуктың артында отырып ап, ата жұрттың жігіттерін жамандап жазыпты. Қанша тонна көмір берді, соның есебін берсін халыққа дейді. Қызыл тудың желбірегені дейтін өлеңді жазған ағам. Сіз келіңіз, біз сізге есеп берейік, көрсетейік, халыққа есеп болсыз да көрсетіп жатырмыз, беріп жатырмыз. Сіз де бір келіп, мынау Қытайда қиналған бауырларыңыз туралы мәу десеңіз, ол ата жұрттың артын шұқып тарихта қалмайсыз. Халқыңыздың мұңын айтып, осындайда шығыңыз. Ел жұрт сыйлады, кезінде қадірледі, ардақты ақын деді. Енді бір-екі рет үнсіз қалған ақын жазушыларға қатты сын айтсақ айтқан шығармыз, оны айтқа бұйырмаңыз. Ойбай мені сындады деп жау болып ата жұрттың артын шұқығаннан тарихта қалмайсыз, онымен тек қара бет болып қаласыз. Оданша болды. Бұрынғыны елге, кейінгіні селге жіберіңіз де, мына халқыңыздың басындағы қамын жырлап, бір-екі өлең жазып жіберсеңіз, біз тағы да сізді ақын деп құрметтеп аспанға көтереміз. Халқыңызда сөйтеді. Бұл жаулықпен, өсекпен ешкімді жеңе алмайсың. Қазіргі басты мәселе жауласу емес, басты мәселе мына Қытайдағы қазақтың басындағы сұмдықты шешу. Оны мына әлемге жеткізу, Қазақстанның құзырлы мекемелеріне жеткізу. Өткенде тағы бір әулие сымақ болып, өзін-өз әулие санап, әулие куәлігін қолдан жасап алған ағадарымыз осы қыңыр қисық сөйлеп Фейсбукта жүріпті. Айналайындар, халықпен жауласпасаңдар, бұрынғы тиған бір 5 теңгелік беделдерің бар, бұрын бір жиып алған. Өтірік кітап жазып, өтірік ақын болып, өтірік шығармашы болып, олардың дәл қазір халыққа көк тиындық құны жоқ. Дәл қазір халық бақылап отыр, бәрін көріп біліп отыр. Оданша шық, белсеніп шық, тағы да біз сені бірінші болып мен сені сыйлап көкке көтеремін. Бір мақала жазғаныңда бір мақтадым ба? Мақтадым. Неге? Сен үнің шығып Қытайда қазақтың мәселесін көтергенің үшін мен көтердім. Бірақ сен енді халыққа қарсы сөйлеп, ойбай, мыналар бізден асып кетті, мыналар бүйтіп кетті деп енді ата жұрттың жігіттерінің артын шұқыдың ба, 7 қабат жердің астына тыққанымыз тыққан. Бірақ райыңнан қайтып, пендешілігіңді, нәпсіңді қалтаңа салып қойып, қайтада мына ұлттың мәселесіне оралсаң, міне жігіт деп тағы сені көкке көтереміз. Бізде бір ғана принцип бар. Қазақтың мүддесі. Бізде нәпсі жоқ. Бізде жеке бастық мүдде деген жоқ. Біз Қытайдағы қазақтың мәселесін кім көтерсе, соны дос тұтамыз. Кім үнсіз қалса, соны жау тұтамыз. Біздің принцип осы. Себебі бізде бір ұран бар. 2012 жылы 1001 сапарды жазып жүрген кезде мен жазып тастағам. 2009 жаздым ғой деймін. Ұлт мүддесі сынға түскенде екі-ақ түрлі адам бар. Бірі ұлт мүддесі үшін күрескен күрескерлер, екіншісі сатқындар. Бұғып қалғандар, тығылып қалғандар, үнсіз қалғандар сатқындардың есебін толтырады деп жазып тастаған. Сондықтан жаңағы Фейсбукте отырып алып, өзінше жаңағы бізбенен жау болған адамдарды қолдап, қолпаштап, әгілердің Фейсбугіне жазып, осы сен әулиесің деп, өйтіп біздің мына ата жұрттың жігіттеріне қыр көрсете алмайсың. Анау артынан 40 қаншы көрмеген арлан емес дегендей, ол сенің жазған бір-екі постыңнан, ата жұртты қаралаған сенің бір-екі сөзіңнен мына халықтың көзқарасы өзгермейді. Жалғыз қалғаның, сорлағаның сол. Оданша пендешілігің, нәпсіңді таста-дағы Қытайда қазақтың мәселесін көтеріп жаз. Біз сенің бұрынғы істеген анау мынау иттігіңді, пендешілігіңді, нәпсілігіңді, тұлға ауруымен, жұлдыз ауруымен ауырғаныңды бәрін ұмыта тұрып, сені міне жігіт деп мақтамасақ, сені көкке көтермесек арғы қолыңды бер әкел.
Мынау Дональд Трамп туралы айтып, қазақтарды сындап кетіппіз ғой. Мына батыс халқында бір керемет бір дәстүр бар да. Мысалы, ол жерде етікші, ол етігін жақсы тіксе болды. Ол сен неғып жүрек операциясын білмейсің, сенің неғып мұрның қисық деп ешкім сындамайды. Ол етікшілігін білсе болды. Саясаткерде солай да. Ол саясатын жақсы білсе болды. Сен неғып ана қызбен әуейі болып кеттің, мына қатының тұрып, мына бір тоқан алып апсың ғой деп ешкім онда қақысы жоқ. Біздің қазаққа мүлткісіз адам керек. Біздің қазақтың алдында жүрген адам жаңағы галстогын тағып, шетірейіп, жаңағы бір саусағын шығарып, мынау бір ма, екі ме десең, енді бұл туралы ойланып көру керек деп, ешқашан анық жауап бермей, күмілжитін, өзін-өзі әулие санайтын сондайларды біз әулие көріп қалғанбыз. Бізде жаңағы салқынғанды, сабырлы, зиялы қауымбыз дейтіндер атаңның басы. Ол салқынғанды, сабырлы, зиялы қауым емес, ол нағыз сатқындар. Үнсіз қалғандар, олар нағыз сатқындар. Атасының басы салқынғанды. Оның басын ашып, саусағыңды тығып, немесе 5 саусағын тығып тұр, миын битеп, қопарыстырып көрсең, ары-бері тығып, миыма, маңқама деп. Дәл қазір олардың миында грамм жоқ. Ол кезінде, сол компартияның кезінде, жаңа компартияның тәрбиелеген, жаңа үрдесе үретін, тоқта десе тоқтайтын иттері олар. Аяқ астынан бір-екі кітап шығарды, бір-екі өлең жазды, өтіріктен аннан-мыннан қиыстырып, мырқымбаймен мырқым күлді, бұтшықбаймен бұтшық күлді, махаббат қылып, зина қылып, өтірік өлең, өтірік роман жазып, ол атасының басында жазушы ма, ол қазақтың басына күн туғанда ештеңе айтпай үндемей отырса. Оның ана кітабы не керек, ол туалетке апарып қоятын, отқа тамыздық қылатын кітап ол. Сондықтан мына қазақтың басына ең ауыр күн туып тұрғанда, ана зиялы, ақын, мақын, айтыс ақыны, кітап жазған, ойбай әртіс, мынау жаңағы әнші, мәнші, оның бәрін қойыңдар, оның бәрі жүрген қоқыр қоқсы ол. Ол бір сыйлайтын, қадірлеуге тұратын ешкім демес. Егер ол шынайы халықтың қадірінде болам, халықтың сыйлауында болам десе, ашыққа шығып Қытайдағы мәселені көтерсін. Біз ашты сынымызды айтқанымыз айтқан, бірақ соның біреуі, міне осы уақытқа дейін біздің ашты сынымызды естіп, тек қана бізге жаулық танытады. Оданша болды, нәпсімді қалтама сап қояйын деп шығып Қытайда қазақтың мұңын бір көтерген біреу болды ма? Бәрібір қара бет болып отыр. Енді міне қарапайым халықтың өзі солардың бетіне түкіретін болып жүр. Естіп жатырмыз. Ане бір тойда бір ақынның жағасынан алыпты жігіттер. Әкеңнің басын ақынсың ба депті. Ал міне жақсы болса. Міне бір тойда біреудің көзіне шұқып кетіпті. Ал енді жақсы болса. Сөйтіп қара бет болып жүріңдер мына халқыңның басына ең ауыр күн туғанда салқынғанды, сабырлы зиялымыз деп. Зиялылығын көк түйін. Сондықтан қаламгердің қаламына ұлттың мүддесі ілінсін. Әрбір қазақ, мейлі малшы бол, диқан бол, мейлі сен жер бақалшы, саудагер бол. Алла тағала ырыздықты әркімге әртүрлі жолмен береді. Бірақ сол қатын бала шағамызды бағып асырап отырып, қазақтың да қамын ойлайық. Айтарым осы, артық кетсе айтқа бұйырмаңыздар. Аты жөнім Серікжан Біләшұлы, телефон WhatsApp +7 747 063 90 31.